Міне сондықтан да бұл шошқаның етін жеуге болмайды. Бұның мен саған қасиетсіздігін айтайын. Біріншісі, мынау шошқа бар ма? Бұның ұрғашысы билейді. Ұрғашысы шыңғырып бақырып жатқан сол ұрғашысы. Еркегін керек кезде шақырылады, керек кезде қуып шығады. Сол жатады бір бұрышта қортылдап еркегі. Сосын екіншісі, бұл мынау бар ма шошқа деген ұрғашысын қызғанбайды өзінің. Келесі кіргізіп жіберсең еркегін, барып асыла береді. Анау жата береді қасында. Мінекей. Ал енді жылқыны алшы. Еркек бір айғыр келе жатса үйіріне не істейді? Шайнап тастайды ғой ананы. Өзі өледі, ананы өлтіреді. Дұрыс айтасың. Көрдің ба? Бұқалар қандай бұқалар? Сиырдың қызғанады. Қошқарлар ше? Қорадағы қойларын қызғанғанда. Мүйіздері сынып өліп кетуге дейін барады. Страшно ғой. Адам ненің етін жейді, соған ұқсап кетеді. Міне сондықтан айтады, шошқаның етін жемеңдер деп. Түсіндің ба? Кеше ресторанға барғанбыз ғой. Алдымызға бір тамақ әкелді да, жесем тәттен дана тамақ. Мұнан ненің ет десем, шошқаның ет дейді да. Астапыралла, не дейді? Шошқаның етін жеген ес? Жақсы болады екен, күшті болады екен. Кетер, бағана бет не айтып отырмын мынаған? Жоқ, мен кетер тазалайды. Отырмай сен. Байқамай жеп қойдым мен мақтан. Кетер. Жоқ, бұдан кейін жемей мақтанасың. Жігіттер не болды? Жігіттер сендер мені біреумен шатастырып алдыңдар деймін. Мен адам баласында қиянат жасаған адам емеспін. Сендер біреумен шатастырып алдыңдар мені. Баста. Айтамын жарамазан есігіңе, қошқардай қосыл берсін бесігіңе. Алып шық, сартабаққа салып шық, сартабаққа сыймаса, етегіңе салып шық. Жарамаз айтмасыңдар ба? Ес алаңдар. Сөйтіп айтамай жарамазанды. Сонда жақсы айтасыңдар ше, жақсы айтасыңдар негізі. Не, Каспий голд бар ма? 8702, 282, 5854. Міне жібердім екеуіңе. Жөндеп айтсаңдаршы көңілдірек күліп. Адам зересіңдер ғой. Батам батпасын, жерде жатса баспасын, теріп алып қастерлеп торғайларға тастасын. Аумин, болды. Болды. Солай десей досым. Сен де қызықсың жасың 40-тан асқан кезде. Мезгіл сізге махаббат мерт қылады деп. Өлейін деп жүрсің ба? Сол, бала шағаң өсіп қалды, ертең ата ене болайын деп отырсың, құда болайын деп отырсың. Жоқ, енді өзім сүйіп қалдым ғой, сүйіп қалғаннан кейін түсінесіз. Сен Зулянды сүйіп алған ғой кезінде? Ешқандай сүйіп алған жоқпын. Зулянды мен өзім сүйіп алды дейсің ба? Апам ғой, ойбай, сүйек жаңғыртайық деп. Айдаладағы бір туысқан деп. Түк, анам айтты. Мынаны өзім жүрегіме сүйіп қалдым. Ол қанша жас кіші сенен? 20 жас. 20 жас? Иә. Оны бірдеңе қылып үйіне апарып тастайық қайтадан. Қателестім, жаңалыстым, кешір деп. Сен есің дұрыс ғой, мен онымен неке қиып қойғам ғой. Қой, некелесіп қойдыңдар ма? Иә. Болмайды онда. Онда Зуляға бірдеңе жеткізу керек бұны. Сен жындысың ба? Айтпашы, миың жеп қояды. Үндемесей, сен үндеме, мен қатырам оны. Зулямен барып өзім сөйлесем. Мақұл ма? Қойса, тігізіп жатсам, досым, үндеме. Ренжи. Тоқтасай қал, мен сен есің дұрыс па? Неменеге жылап отырсың? Ажырасам мен. Ойбай! Зуля, ақмақсың бар ғой, ақмақсың. Сен ажырасқанда байың бірдеңесі кете ма? Қайта оған рахат болады, жас тоқалмен өмірін жалғастырады қарай. Сен жатасың жақта, қод сен құшақтап. Сонда менің орнында болсам, сен не істейтін ал? Айтшы, не істейтін ал? Сен орнында болсам, ана байыңа тоқал әперіп, әптен издеваться ететем тоқалға. Қош? Кір жуғызатын ем, табанан пісіртетін ем, сиыр сауғызатын ем, сосын моншаға апарып, әптен арқама пилинг істететін ем, массаж істететін ем. Сосын үйгенен кейін басымды биттен қарататын ем. Аяғымның тырнағын алдырып, бір тебетінем, кетәрі болды деп.
Жылда туған баласын өзім атыма аударып алатын. Не үшін? Ей, 6 балада уже алтын алқа қойып ойласа я. Ойласай, жылда туып не болдың ал? Абыржып отырсың, жылда туып. Туғызсай сол тоқалдарға. Алсай сөйтіп, алтын алқаларды. Ой, ақмақсың бар ғой. Мынау рахат қой. Пайдаларың білмейсіңдер. Ей, сен бұл айлы бар ғой, сен бұл қатындарға үлгі боласың біздің қатындарға. Ойбай, шынымен ба? Қызғап қызғанатын болады әлі сенің. Лидер болайын деп отырсың ғой сен. Баяғыдан бері осы ақылыңды айтпайсың ба? Қақта жүрсің? Енді айтпаса істемейсіңдер ме өздерің бастан істетпейсіңдер ма? Ол сенің байың бар ғой, алатын тоқалын алады, бәрі алады. Еркек қой, еркек қой алады, ол істейді. Ойбай, ана тоқал теңесіз әперіп издеваться етейікші ана тоқал. Ары қарай пас сценарий өзім айтып отырмын. Кетесің ба? Мама. Даяшы, біздің Басекеңе сүйек саяқтан алып кетпеші. Ей, сүйегің не сенің? Мен саған иттім ба не? Сүйек саяқ жейтін? Ақтөстім ба мен саған, құтжауым ба мен саған? Ойбай, Басеке, сіз оны жек көрсеңізші бірінші. Қарындас, кешегіні қайталаңызшы бізге. Бұның аты қандай? Бұның аты Желек. Қазақтың ұлттық асы, хандар, билер, батырлар, болыстар жеген. Бұны жесеңіз, Басеке, күндіз жаудан ешкісін жеңшемнен қайтпайсыз. Өзім дайындап берейінші сізге. Ұнамай қалды ма, Басеке? Амбра бөне. Басеке, екіншісін ыстықтай, тағы да ыстықтай. Бас, Басеке. Бас. Тек қана осы жерден тамақтаныш, Басеке. Кім оны? Ай, ассаламалейкум балам. Уағалейкум ассалам, ата қалайсыз? Ай, мына итіңді ұстасайшы ай. Үйіңе керекті кірамай тұрғызын. Пошел! Пошел да, кет. Ұстасайшы итіңді. Кірсеңші, қаппайды. Ой, байласайшы. Ой, ақсақал, өлген ит қаппайды деген мақалды білмейсіз ба? Кірсеңші. Ой, біле ма мақалыңды? Мына итің біле ма сол мақалды? Әңгіме сода болып тұр ғой. Білмеймін, ит біле ма, білмей ма. Ақсақал, сериал өтіп барады, бұның кіріңші дейсіз, кіресіз ба? Ой, иттің баласы. Сериалды басын қағыз. Иттің баласы.